Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгін сіздерге көк шайдың пайдасы жайында айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін және де қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Ғалымдардың зерттеуіне сенер болсақ, көк шайды күніне 3-4 рет ішкен жағдайда еріген майдың көлемі 45%-ға артатын көрінеді. Иә, көк шай артық майды тез ерітетін қасиетке ие. Арықтауға көп көмегі тиеді. Әрине, тек көк шай ішіп артық салмақтан арыламын деу өте қате пікір. Мұндай жағдайда кез келген адам денсаулығын бұзып, тіпті төсек тартып жатып қалуы да ғажап емес. Сондықтан да бүгін біз көк шаймен қалай арықтауға болады, ас мәзіріне қандай тағамдарды қосқан дұрыс және тағы басқа сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Көк шай өте пайдалы сусындардың бірі. Егер көк шайды қантсыз ішіп, кеңестерімізді бұлжытпай орындайтын болсаңыз, 4 апта ішінде 5-6 келіден арылуға болады. Бұл сіз ойлағандай керемет нәтиже болмауы да мүмкін, бірақ сіз көк шай арқылы денсаулығыңызға ешбір зиянын тигізбей салмақ тастауға қол жеткізесіз. Себебі көк шай тек диета жағдайында ғана емес, денсаулыққа да тигізер пайдасы мол екен. Шайдың бұл түрі антиоксидантқа бай, қартаюды тежеп, артериялық қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзадан токсиндерді, тұздарды шығарып, қабынудың алдын алады. Сонымен қатар, үнемі көк шайды ішіп жүрген жағдайда қан тамырлары нығайып, тазара түседі екен. Көк шайдың арықтауға әсері қандай? Көк шай зат алмасуды жақсартып қана қоймайды. Оның басқа да пайдалы қасиеттері көпшілікке таныс. Мысалы, көк шай несеп айдайды. Сол арқылы ағзадағы артық сұйықтықтарды сыртқа шығаруға қауқарлы. Көк шайға майсыз сүт қатып ішетін болса, несеп айдайтын қуаты арта түседі. Сондай-ақ аяқтың ісінуінің алдын алып, ағзадағы жылу алмасу жүйесін жақсартады. Ғалымдардың зерттеуіне сенер болсақ, көк шайды күніне 3-4 рет ішкен жағдайда еріген майдың көлемі 45%-ға артатын көрінеді. Бұдан бөлек қандағы қант мөлшері азайып, тамақтың қорытылуын жылдамдата түседі. Ол үшін тамақтануда жарты сағат алдын бір шыны көк шай ішіп алған жеткілікті. Сонда күндегіге қарағанда азырақ тамақтанатын боласыз. Көк шай арқылы арықтағыңыз келсе, мынадай шарттарды орындауға да тура келеді. Шайды қантсыз ішу керек. Тіпті қант алмастырғышты да пайдалануға болмайды. Демделген көк шайдың дәмін кіргізгіңіз келсе, бір тілім лимон, жалбыз немесе кептірілген жидектер салып ішуді ұсынамыз. Сондай-ақ арықтауды жылдамдату мақсатында шайға даршын немесе кептірілген зімбір қосуға болады. Бұл қоспалар тағамның құнарлығын азайтады. Көк шайды салқындатып ішкенде өте пайдалы. Өйткені ағза салқын шайды жылыту үшін де энергия жұмсайды. Мұндайда сіз тағы 50 калория жоғалта аласыз. Күні бойы көк шай ішуден жалықпаңыз. Көк шайдың мүлде құнарлылығы жоқ. Сондықтан да оны шөл қысқан сайын іше беріңіз. Алайда көк шайды ұйқыға жатардан алдын ішпеген дұрыс. Қарынның ашқаны сезілетін болса, бір алма немесе қияр жеген дұрыс. Көк шайды қалай демдейді? Шайдың пайдалы құрамын сақтап қалу үшін оны дұрыс демдеуді үйреніңіз. Мұнда су мен оның температурасы маңызды рөл ойнайды. Көк шайды демдеу үшін тазартылған суды пайдалануға тырысыңыз. Әйтпесе сусынның хош иісі де, дәмі де бұзылады. Сондықтан да көк шайды демдеуге фильтрленген таза суды пайдаланған дұрыс, ал судың температурасы 80 градустан аспау қажет. Бұлай болмаған жағдайда көк шайдың ешбір пайдасы болмай қалады. Су қайнағаннан кейін 3-4 минут суытыңыз. Содан кейін ғана шайды демдеуге кірісіңіз. 3 минуттан соң демделген шайды іше беруге болады. Көк шайды кімдерге ішуге болмайды? Жалпы көк шайды барлық адамдарға ішу ұсынылмайды. Өйткені кейбір жағдайларда денсаулыққа кері әсер тиюі мүмкін. Әсіресе тахикардия мен ұйқысыздық мазалағанда көк шайдың пайдасы болмайды. Керісінше адамның қан қысымын түсіріп, талдыруға дейін жеткізуі ғажап емес. Сонымен бірге асқазан мен 12 елішек жарасы ауруларында да көк шай зиянды болуы мүмкін. Бұдан бөлек асқазан сөлінің қышқылдылығы артқанда, атеросклерозбен ауырғанда, жүктілік кезеңінде бұл шайды ішпеген жөн. Егер аяғы ауыр әйелдер көк шайды ішетін болса, артериялық қан қысымы артып, бұлшық ет тонусы көтеріледі, жүректің жиырылуы жиілейді. Ал емізулі аналар түнгі ұйқысын 4 бөлгісі келмесе, кешкілік уақытта көк шай ішпегені дұрыс. Себебі ол ана сүтін азайтады. Көк шайдың қаншалықты пайдалы әрі зиянды екенін біршама қамтып өттік. Ең маңыздысы диета болғандықтан көк шайдың диетасын ұсынып отырмыз. Көк шай ішіп арықтауға қол жеткізіңіздер.
Құрметті көрермендер, егер де сіздерге ақпарат пайдалы болса, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Және де алда шығатын пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін, және де қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.